Жандос сен интервью берші жағдай сен суреттесің жоқ емес Астана не шешті бауырым. Астана Жаңаөзен қаласына комиссиясын жіберді. Қазмұнайгаздан, үкіметтен, бас прокуратурадан. Қазір таңда солар тексеріс жүргізіп жатыр. Қазмұнайгаздың енді Қазмұнайгаз туралы айтатын болсам, кешегі таңда таңғы 4-те барып жұмысшылар тексеріп жүр екен. Біздер жұмысшыларды тексер деп ешқандай уәж айтқан жоқпыз. Жұмысшыларға ешқандай сұрағымыз да сөзіміз де жоқ. Қазмұнайгаздың өздерінің істеп жатқан іс-әрекеттері, былықпайлары. Қарапайым жұмысшылар да қарапайым халық, біз сияқты халықты халыққа айдап салып, өздері ар жақтан кино қарап отырғысы келеді. Біздерге әділдік жетпейді, шындық жетпейді. Әділдік жетпейді бізге, шындық. Айтшы, қот. Дәл солай ғой, әділдік жоқ, әділдік. Жемқорлар көп. Тек элитныйлар өмір сүру керек қазір бұл заманда. Сондай болып кетті қазір. Қарапайым халыққа дым жоқ. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген де. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген бар ол. Қашанғы тек тамақ үшін өмір сүреміз дейсің ғой, да? Дәл солай. Бізде осы елдің өліп кету үшін келген жоқпыз, әділдік керек. Әңгіме қайда жатыр? Тамақ табылады. Алла ризығы шексіз ғой Алла. Солай бауырлар, ағайындар. Тағдырымызға жазылған дүнияны көреміз. Бірақ шындық үшін, әділдік үшін күреспесек, онда бұл өмірдің білмеймін не қажеті бар екен. Тірі өліп құсап жүруіміз керек емес қой. Шүкір деп қашанғы жүресің. Қашанғы жүреміз ғой. Бүкіл Қазақстанның байлығын, Қазақстанның Жаңаөзеннің өндіріп жатқан мұнайдың барлығын көріп тұрмыз. Қалай көз жұмып отырамыз ғой. Өз қазағының осындай болғаны тек қарның ашады, ішің қынжылады. Содан кейін қазақ қайдан жақсы өмір сүрсін? Ахмет атамыз айтады ғой. Өз ауылымыздың иттерінің қапқанынан қорқамын. Сол ғой. Әлсіз болуға болмайды олай. Аллаға шүкір, осы сіздердің дұға тілектерің өзі біздерге үлкен көмек. Тек қолдау білдіріңіздер, қорғаңыздар. Болды? Басқа ешқандай көмек қажет емес. Барлығына айлық қызық. Ешкімге сонда әділдік, шындық қызық емес па? Жігіттер, ағайындар. Әділдік үшін, шындық үшін күреспей қалсақ, сол кезде бізден сұралады ағайындар. Ертең уақытта әділдік үшін неге күреспедік, көзімізбен көре тұра? Сол үшін сұраламыз. Комиссия адам аңдып кетті ғой. Енді себебі сол ғой. Қазмұнайгаз, Өзенмұнайгаз барлығы бір система. Қарға қарған көзін шықмайды. Қазмұнайгаздың өзін тексеру керек. Қазмұнайгазды толықтай тексеру керек. Ұлттық компанияның ұлтқа қызмет етпегеннің кесірінен осы былықпайдың барлығы, жемқорлықтың барлығы. Блогер болмаймын ағайындар. Жаңа TikTok деген нәрсенде бір аптаның жүзі болып үйреніп жүргеніме. Жаңа батыл дейді. Батылға да әкіммен, депутатпен, министрмен шығамын. Халықтың алдында прямой эфирге шығайық. Дәл солай. Қай әкім, қай депутат, қай министр шығады екен батылға. Көрейік сосын халық жеңемеген.
туылғалы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында тұрып келе жатырмыз. Жаңаөзен қаласында мұнай ішіміз 10 жылдан бері. Қана Жаңаөзен қаласының біз өз көзімізбен көріп келе жатырған былықпай жемқорларды көріп келе жатырмыз. Ай сайын, 3 ай сайын, 6 ай сайын, 1 жыл сайын тендер ойнатып, өз білгендерін істеп отыр. Біз сондайдан шаршадық. И сот мұнайшылардың барлығына тиісті болу. Әрине, бір кен орында жұмыс жасаймыз, бірақ екі түрлі жалақы төленеді, екі түрлі әлеуметтік пакет төленеді, еңбек қауіпсіздігі екі түрлі, бірақ бір кен орында жұмыс. Ол әділдік емес. Астанада айтқан жоқпыз, қалай жүр деп айтатын қой емес, біздер Аллаға шүкір ойымыз бар, сауатымыз бар, еркіндігіміз бар деп. Так что солай ағайындар, аманшылықта қазақ ел жазасын, Алла жар болсын барлығымызға. Қазақ елі, қазақ халқы Қазақстанда жақсы өмір сүруге міндетті ағайындар. Так что солай. Аман болайық, сау болайық, эфирде жүздескенше.